В общем, енді барлықтарыңыз күтпедіңіздер, мен даже ешкімге айтпадым ғой негізі. Білем күтпегендеріңізді. Жағдай солай болып қалды. Қосылаққа кірдім бүгін, енді қатысушы болып деген сияқты ғой. Жаңадан өмір бастайын деген сияқты. Сонымен Айдони маған осындай гүл жіберіп үлгеріпті. Жалынан көп рахмет. Как всегда әдемі запискасымен бірге. Солай енді шынымен қазір тамақ ішіп отырмын. Тамақ ішіп қазір үйге қайтамын. Сол жаңағы осы болып тұр енді пока. Сіздер жазып кетіңіздер, өздеріңіз қалай ойлайсыздар, ойларыңыз қандай деген сияқты. Енді осы сезонда маған шынымен тұрмысқа шығып кете аламын ба екен, өзіме интересно болып отыр енді көреміз. Ал достар, эфирден шығып тамақтанып болдық. Кіммен десеңіздер, мұнда біздің Айгүл қыз. Не істеп жүрміз? Тамақ ішіп жүрміз. Сразу айтып қой, что ертең таңғы кезде жүрген деп айтпасын, иә? Сразу айтамыз. Дұрыс айтасың. Тамақ ішіп, кішігірім сөйлесіп, біраз уақыттар болды ғой енді біздің сөйлеспегенімізге. Сол сондай әңгіме айтып отырғанымыз бар. Баршаңызға қайырлы кеш. Пока. Стористерді баштайыз. Мен бүгін туған күнге кімді алып кеттім? Бізді олғанда ғана да бүрі. Бүгін бізде туған күн. Қай қарауыз? Паркқа қарауыз, ә? Қай қарауыз, Анел? Паркқа. Ура! Не деді? Господи, Боже мой. Боже мой. Мой Господи, деп өзілігіне бізде өсін деп үйреніп қаламыз. Бір қалы воспитательница кішіне бізде орысшымыз. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бізге қолдаушылардан осындай керемет сыйлықтар келген болатын. Менің қырғыз елім кеңпейіл, всегда поддерживает, рахмат чоң барыңарға. Билеттерден барын алдық, Құдайға шүкір. Бүгін апытан, кстати, и бүгін бізге мындай ойносымен көзді. В следующий раз ортаға шыққанда обязательно киіп шығамыз. Рахмат чоң, Алла разы болсын. Сіздердің қолдауыңарменен біз барбыз дейін. Иә. Негізі осындай жемпір алым келіп жүрген еді. Мен ойымды оқып қоя беретін болдыңыздар ғой. Алдында сумка берді, шапка берді. Күшті жүрекпен сезеді. Шындай деймін қырғыз елден қоймаймын. Ассалаумағалейкум. Жақсы сөз жазып атқан жандарға мың алғыс. Алла разы болсын. Бәрі оңынан болады деген сенімдеміз. Құдай қаласа. Дайым сондай болсын деп тілейміз.